Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді біз бүгін тағы да бір күшті Майнкрафттың обновлениесіне обзор жасаймыз. Енді бұл 1.19.80.21. Уже новый обновление шығып кеткен. Міне, осындай. Енді обзорымызды бастайық. Міне, бізде осындай бірінші зат. Бұл осындай подозрительный гравий. Я, аты сондай. Міне, мынау кәдімгі гравий, анау подозрительный гравий. Көріп тұрғандарыңыздай, олардың текстурасында қалай анандай айырмашылықтар бар, қараңыздар. Мынау кішкене басқа, мынау кішкене басқа. Оны былай істей аласыз. Міне. Бұл судың астында пайда болатын, или судың жанында. Сондай подозрительный гравий. Міне. Сосын келесі бізде осындай вишневый ағаш. Иә. Осындай бір әдемі еще частицалар, жапырақтар түсіп жатқан осындай бір әдемі гүлдер. Және ода осындай, осындай бір қызық гүлдер давтетті. И розовый осындай қалай еді? Вишневый ағаштан жасалған осы қайық және қалай еді? Сандығы бар. Иә. Тағы да осындай есік, люк, сосын забор, сосын табличкалар. Міне, арнаға тіркел дейді. Мына жерде лайк бас және колокол қоңырауға бас. Міне, жарайды. Енді көрсетейік қанша зат дават еткен. Міне, осындай бір күшті заттар. Бәрін шығарып алайық. Міне. Көптеген зат дават етті бізге. Міне, бірінші бұл осындай древесина вишни. Осы бір қызық блок. Сосын вишневый доски. Сосын вишневый забор. Қызық. Сосын есігі. Сосын ступенькалар. Осындай. Әдемі көрінеді. Оған қоса есік. Міне. Әдемі есік. Және де люк. И осындай ағаш, және де кәдімгі ағаш. Вишневый ағаш. Тағы да мыналарды қазір алып тастайық. Сосын бізде новый тағы да бір заттар. Міне. Бірінші, бұл осындай окруженная древесина. Әйтеуір. Білмеймін. Сосын мынандай лодкалар екеу. Біреу сандығымен, біреу сандықсыз. Және ағаштың өзі. Иә. Осындай егетіні сондай. Оны өсіру үшін бізге осылай істеу керек. Қараңыздар. Міне осылай ағаш өсіп шығады. Сосын мынандай розовый лепестки деген бір новый гүл дават етті. Если оған бір гүлге көп рет басса, онда ол гүл көбейіп кетеді. Иә, міне осындай бір әдемі гүлдер. Міне олар кішкене тамырлары бар. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Және бізде мынандай вишневый табличкалар дават етті. Тұратын осылай ұшып тұрады. Ілініп тұратын. Мысалы бұл жерде тіркел деп жазып қойса болады. Міне. Және де shift басып тұрып, былай сесе, онда ол былай, қараңыздар. Ол былай ілінеді, анау былай ілінеді. Иә, осындай бір қызық. Сосын табличка из вишни. Бұл жерге біз деген любой зат жаза аламыз. Немесе лайк бас деп жаза аламыз. Міне, осындай бір қызық табличка. Және бізде енді механизмдар жасай аламыз осы вишневый. Тағы да бізде кнопкалар дават етті. Дауысы ерекше болды. Енді келесі қызықты заттарды сізде көрсетейін. Міне, ең күшті зат бұл осындай. Қандай шедевр. Бұл негізі ең бірінші компьютерда Майнкрафтқа дават еткен, енді телефонға да дават етті. Міне, осындай енді сіздер өзіңіздің киіміңізді жасай аласыз. Ол үшін бізге аламыз керекті киімді. Мысалы мен незеритовый. Сосын, осы заттарды алып алайын, бүкіл. Осылай алып аламда, мысалы, давайте мынаны алайық. Міне.
сосын біз металды аламыз керек. Мысалы, қазір давайте алмаз или мынандай, білмеймін. Короче, осындай изумруд аласақ, жоқ, изумруд емес. Редстоунмен де жасаса болады, қызықты. Міне, осылай редстоун қоямыз, сосын керекті зат и кажется, ол редстоунмен істемейтін сияқты. Онда бізге изумруд керек. Біз изумруд қоямыз, осылай. Бізге басқа керек. Онда біз изумруд емес, алмаз алайық. Сосын мына жерден осыдай көк түсін алайық та. Кейбір заттармен осы істемейді. Біз қоямыз и былай. Міне, қандай шедевр. Біз енді осылай бүкіл киімімізді істеп шығамыз. Болды. Қараңыздар. Енді осыны киіп көрейік. Ойбай. Болды. Қараңыздар. Менің киімім қандай әдемі болған. Еще оның описаниесінде бірдеңке деп ағылшынша жазылып тұрады. Оны әлі перевод жасамады. Міне, қойып қойып қайттым. Міне, осындай бір керемет обновление болды. Бұл осындай 1.19, 1.80, 1.21-ді сіз описаниеде жазып ала аласыз. Сөйтіп, осылай ойнай аласыз. Сіздер де ойнап көрсеңіздер болады осы обновлениені. Көргеніңізге рахмет. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, және қоңыраушаға басыңдар. Осындай бір керемет видео болды. Енді тағы да келесі видеоны күтіңіздер. Сау болыңыздар.